Бля, ойлашы. Мама, батя келіп айтса, балам біз несін тексергенбіз, біз байды миллиардерміз десе, ойлашы. Біз негізін осындай мықты квартирада тұрамыз, міне коттедж, міне машина десе, машина гаражда ашқысың, Lamborghini, Bugatti, там Ferrari, кез келген алып тебе бер десе, қолыма 1 миллиард берсе, 1 миллиард беріп, сен еще Астана, Алматыда квартираларың бар, міне 1 миллиард не істесеңді өзім біл десе, барып ақшаны туда-сюда шашып. Еще кімдерді звездаларды танысая, Қайрат Нұртас, Төреғали деген қызыңды ертіп бір звездный концертке барған кезде, ассалаумалейкум деп амандасып отса бар. Я, как всегда, говорю, рано ложитесь, рано просыпайтесь. А Нурдавлет, сам почему ты 12 утром поздно просыпаешься? Нет, я рано просыпаюсь. Бүгін за рулем өзім, көмекшілерім жоқ, біраз ұтым машина айдамағалы. Саған қайсы үйренбей қап, мүшем машинаға да. Армандаған Lamborghini тұр. Если қалада көріп отсыңдар, сәлем деп қойыңыздар. Мен қалаға шықтым. Ассалаумалейкум. Қалайсыздар өздеріңіз? Күндеріңіз сәтті өтсін. Біреу жүгіріп келатыр да, қорқып кеттім да. Ассалаумалейкум. Валейкум ассалам, как дела? Давай. Ой, молодец, красавчик. Давайте. Хорошего дня. О, как дела? Қалайсыңдар? Ой, спасибо, родной. Красавчик, братишка. Молодец, давайте. Мен жолда тұрмын еді, самайын. Фотоға түсеміз да? Фотоға? Фотографию можешь? Да, можно сделать. Түсінбей отыр екен. Давай, ты тоже сделай. Көрдіңіздер ме, көбісі айтады, неге за рулем отырмайсыз дейді. Өйткені осы жағдайлар көп болады, көшеде машиналар опасный. Сәлем, қалайсың деп қалады. Сол кезде сөйлесу керек. Ал рөлде отырсаң, сөйлесе алмайсың, қауіпті болады. Мән бермейсің, байқамай қаласың, сосын звезда, анау деп айтады. Сондықтан да күндерің сәтті өтсін. Қатты өкініп жатырмын ше. Ерте шықсам болады ғой. Үйреніп қалғам ғой ше. Үлгердім, бірақ қатты кешігіп үлгердім да, соңында кіріп келдім. Мәссаған. Аптасына бір рет суған ерте келсем болады ше. Тағы бір нәрсе айтып өтейінші, адамбыз ғой енді, кейбір кезде асығып машинаны дұрыс емес жерге, заңсыз жерге қоямыз. Бағана бір кісі біреумен қырылып тұр да, мен намазға келдім ғой, күте ұстай не болды сонша деп. Құрметті достар, құлшылық намаз тек өзімізге керек. Я қойдың түсінбей жатыр ма, санасызға сан рет айтудың қажет жоқ. Кешіріңіз деп шығып кетіңіздер. Өйткені құлшылық тағдайдан тек бізге ғана керек, өзімізге керек. Барынша ереже бұзбаңыздар, бұзсаңыздар айтып көріңіздер. Түсінген адам түсінеді, түсінбеген адамға түсіндірудің қажеті жоқ. Солай кеттік ал, күндеріңіз сәтті өтсін. Барлығы қырсық. Бензині таусылып жатыр екен ғой. Прикинь, сіздің машинаңыз 100-ге қанша жейді? Мынау 35-40 жеткен 100 километрге. 60 литр 31.800 болды. Мына көтен, анау нәрсе жемейді. Сондықтан да Lamborghini алатын болсаңыздар, бір-екі күнде 30 мыңға құйып отыратыныңызды ұмытпаңыздар. Ал ондайға дайын болмасаңыздар, алудың қажеті жоқ. Ой, емес бірақ ше, отсың. Тасым бет досым. Машинаны бір шет көріп жатыр екен. Білем десең, көрген шығар десең. Жаныңмен қауырсын. Досым, бірінші класстық. Ең кішкентай осы болатын. Бойы ең кішкентай. Ең соң атаманда осы соңы. Жеңіс деген баламен тағысатының соңы дейсің. Өте шустрый бақ, қазір әйтеуір, молодец, красавчик қауырым. Бір шет қалай машина? Әдемі? Әдемі ба? Ал біз, енді мен қанша атаман болды деп сұрасаңыздар, 1-2 деп айтамайтын ек қой. Өйткені апасыз да 1-2 деп айтсаң. 3 дейтін ек қой. 3-ке бірақ тағысатындар көп болатын. Сонда да 3 деген самый лучший вариант еді да. Солай болатын қызық. Класстасым бол, келіп жүрген қалаға шығып баратырмыз. Элемент тағып жүрмін. Ал сәлем айт. Қар дедіңдер, қар да келді. Мынаның қай режимі зимний? Кім біледі?
Саңыздар, энелендер қазір блогерлердің көбісі әлеуметтік желіде жылап жатады, ішіндегі сырын айтып жатады, ұрсып жатады біреулер қырылып жатады, біреулер әдейі бір нәрсе істеп жатады, әртүрлі нәрсе болып жатады, енді білесіңдер. Соны бекерден бекер істемейді екен ғой. Мен жауабын тапқан сияқтымын ше. Өйткені сіздер оларға мотивация бересіздер. Мен олардың дұрыс деп тұрған жоқпын, дұрыс еместері көп, бірақ сіздерге мотивация береді. Өйткені жанында тыңдайтын адам жоқ. Анаған айтады, құршы, мамасы айтады, құршы дейді. Сосын оқырмандарыма айтып көрейік дейік. Оқырмандардың да енді әртүрлісі бар ғой, біреулер жақтайды, дұрыс емес болса да, дұрыс болса да жақтамайтын кездер болады. Сөйтіп өзі бүйтіп өзіне керек шешімін алады да әр адам. Рахаттанады. Сөйтіп бөлісе береді. Сіздер де оны активно обсуждать етесіздер. Солай сіздерден мотивация алады екен. Сондықтан да шынымен поддержка керек жандарға поддержкасын беріп отырыңыздар. Ол сіздердің көмектеріңіз, қолдап отырыңыздар. Жақсы көретін блогерлеріңізді әрдайым. Солай ғой. Түсіндің бе? Жауабын таптым мен. Ойланып отырсам, мен де әжептәуір рисковать ететінмін ғой. Қауіпті трюктер, ақшаны рисковать етем, ақшаны шашып тастаймын, нөлге түсіп кетем, үйімді сатамын, машина алам. Бірақ соның алдында мен өзім сіздермен ақылдаспай қорқам, айтам, тырысам да. Бірақ сіздер маған Нұрдәулет, давай, мен саған сенеміз. Нет, ничего невозможно. Өзің айтатын ең ғой деген кезде мен бүйтіп деп сәл дух алам да. Қанша даже есептеп дұрыс деп тұрсаң да. Сондықтан да дұрыс нәрседе қолдап поддержка отырыңыздар жақсы көретін блогерлеріңізді. Дұрыс емес нәрсеге де демеңіздер енді. Бірақ қолынан келеді ау, жақсы нәрсе ау деген заттарға поддержка беріңіздер. Енді шли айтып, давай үйің бәрін саттап нөлмен қал деген сияқты нәрсе айтпаңыздар. Бірақ орнымен поддержка берсеңіздер, қолдасаңыздар, адамға ең керегі қолдау, сенім ғой. Болды екен ғой, мен осы уақытқа дейін көп сіздердің арқаларыңызда қолдаған. I love you. Сол үшін сіздерге барынша сыйлық таратқым келеді, барынша ашық болғым келеді. Қалай қарасам нормальный әп-әдемі жігіт сияқты, не?